Бізде келесі сабақ физикалық және химиялық құбылыстар. Құбылыстар, яғни жалпы біз күнделікті өмірде айналаға көз салсақ, барлық жерден өзгерісті байқауға болады. Мысалы, темір бұйымдардың тоттануы, сүттің пісуі, жұмыртқаның сынуы, қуырылуы тағы басқа. Бұл жағдайлардың бірі физикалық, кейбірі химиялық, яғни химиялықтың құрамы өзгереді бізде. Құбылыстарға жатады. Осы орайда барлық құбылыстарды біз химиялық және физикалық деп екіге бөле аламыз. Физикалық құбылыс, яғни физикалық құбылыстар деп заттардың пішіні, агрегаттық күйі, мөлшерінің өзгеруін айтамыз. Физикалық құбылыс нәтижесінде заттың құрамы өзгермейді, яғни жаңа зат пайда болмайды. Яғни қанттың суда еруі, әйнектің сынуы, судың булануы, мұздың еруі, бұлардың барлығы физикалық құбылыстың мысалдары. Яғни бұл жерде бізде жаңа зат пайда болмаған. Келесі химиялық құбылыс. Кей жағдайда өзгерістер нәтижесінде жаңа заттар пайда болады. Бұл құбылыстың түрі химиялық құбылыс немесе химиялық реакция деп аталады. Оған мысал ретінде темір бұйымының тоттануын, сүттен айранның пайда болуын, күмістің қараюын жатқызуға болады. Яғни осы құбылыстар нәтижесінде бізде жаңа заттар түзіледі. Химиялық және физикалық құбылыстар өзара бір уақытта жүруі мүмкін. Мысалы, майшам жанғанда алдымен қаттыдан сұйыққа айналып балқиды, сұйық май газға айналып буланады. Осы өзгеріс физикалық құбылысқа жатады. Кейін ауадағы оттек газы май буымен әрекеттесіп, көміршікл газы күл, су буын түзеді. Бұл өзгеріс бізде химиялық құбылыс болып табылады. Яғни бұл жерде оқушылар сіздерге бекіту тапсырмалары берілген. Анықтап скриншот жасап алып, осы тапсырмаларды орындаңыздар. Сау болыңыздар.